Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Бүгін осындай қытырлап тұратын самсаның тестасын дайындауды үйренеміз. Менің каналыма тіркеліп лайк басып мені қолдап отырыңыздар. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Бірінші кесеге су құйып, тұз салып, тұздығын дайындап аламыз. Екінші ұнымызды електен өткізіп дайындап аламыз. Үлкен мискамызға осындай мен 2 алақандай салдым. Әркім қалауына қарап, егер үлкендеу теста дайындайтын болсаңыздар, көбірек ұн салсаңыздар болады. Менде столым сәл кішкентай болған үшін мен аздау тестамен сіздерге көрсетіп отырмын. Аздау ұн салып, енді сол тұздығымызды құйып, мен жарты кесесін құйдым. Сол кесемен жеткілікті болды. 2 алақан ұн салғанымызға осылай басында қасықпен асықпай араластырып аламыз, және кейін барлығын қолмен жақсылап тұрып қамыр илейтін боламыз. Осындай слоеный қамыр, қатпарлы қамыр дайындаған кезде қыздар, тұзды көп салудың керегі жоқ, және де қамырды қатты қып илеудің де керегі жоқ. Қамырымыз жұмсақ болса, керемет болып шығады. Осылай қамырымызды жақсылап тұрып, араластырып, жақсылап илеп аламыз. Ортасы түгін болып қалмау керек. Осылай бір қолмен, 2 қолмен де илесеңіздер болады. Жақсылап тұрып илеңіздер. Осылай мен скоростты қоспай, осылай жаймен деп көрсеттім. Қамыр илей алмайтындар болса, қамыр илеп үйренсін деп. Осылай қамырымызды илеп жақсылап болып қалдым. Енді осыны 15-20 минутқа демалдыруға қойып қоямыз. Қамыр илеген кезде әрдайым бетін жауып, пленкаға салып қойсаңыздар болады, немесе ұқсап тарелка, леген жауып қойсаңыздар болады, қалауларыңызға қарап. Осылай қамырымыз мінекей жұмсақ болып дайын болды. Осыны енді демалдыруға қойып қоямыз. Мен әрдайым скоростьқа салып тез көрсететін едім, бірақ бұныста көрсетпедім. Осылай қамырымыз 15-20 минут демалды. Одан сайын жұмсақтау болды қамырымыз. Енді осы қамырымызды домалақтаймыз. Осылай жақсылап тұрып, елеп тұрып, домалақ қалпына келтіреміз. Мінекей, видеода қарап тұрсаңыздар, барлығы жақсылап тұрып көрсетілген. Бүгін әдейі осы видеомды сіздер үшін көрсеттім. Енді майын дайындап аламыз. Майымызда мен қолдың майы, тоң май қостым, және сары май қостым. Осылай жай отта 10-15 минут қыздырып, осындай сұйық қалпына келтіріп аламыз, қыздырып аламыз. Және суытамыз. Енді бағана қамырымыз 15-20 минут тағы демалды. Осындай домалақ күйінде. Және қамырымызды жая бастаймыз. Қамыр жайған кезде ортасын баспаймыз. Бассақта жайлап басамыз. 2 шетінен осылай басында қолмен басып, ортасını қатты баспай, сөйтіп жая бастаймыз. Сосын барып боқтаумен жаямыз. Бұл да қыздарға лайфхак болсын. Енді үйреніп жатқан қыздарға осылай жаймен деп жаямыз. Мінекей, енді мен скорость қостым, бірақ видеода бәрі көрініп тұр қыздар. Осылай жайсаңыздар болады. Басында қолмен, кейін барып оқтаумен жаямыз. Мінекей, оқтауды пайдаландым мен. Осылай
ортасына шетіне қарай жаямыз әрдайым. Бір шетін жая бермейміз. Оқтауға алған кезде әр шетін алып тұрып жаямыз, және ұн сеуіп тұрып жаямыз. Ұнсыз болмайды, жабысып қалады қамырымыз. Некез үлкейіп осылай қамырымыз үлкен пішінде болады. Қатты қорықпаңыздар, домалақ болмаса, домалақ болудың аса қажеті жоқ. Самсаның тестасын дайындаған кезде бұл тестамызды самса дайындаудың да қажеті жоқ. Қатпарлынан да дайындасаңыздар болады. Слойки дейді, мынандай бір печеньеларды дайындасаңыздар болады, қалауларыңызға қарап. Енді мен самсаның тестасын алдыңғы рецептерде сұраған едік. Хочу рецепт теста деп, соған арнайы мастер-класс түсірдім. Неке қамырымызды жайып болып қалдық. Бағана майымыз сәл демалып тұр. Енді осылай көрсетемін. Майымызды құйып, қолдың майы болса 82% пайыздық май болса жақсы. Күмбір күшті болып шығады қатпары. Осылай мен бір шетіне бастап көрсеттім. Бәр жерге май тию керек. Щеткамен жасасаңыздар болады. Неге көріп тұрсыздар, шеттеріне жаймендіп майды құйып, осылай әдемі етіп дайындап жатырмын. Неке видеода бәрін жақсылап көрсеткеймін. Енді қамырымызды бұлай тартып тұрып, неке сонда шеттері кейін жұқа болып қалмайды. Осылай домалақтап шығамыз. Бәр жеріне май тию керек. Майды щеткамен, қолмен де жасасаңыздар болады. Қолмен кімге қалай болады? Мен щетка пайдаландым. Неке қамырымызды, орап жатқан қамырымызды жай тартып орай береміз. Ол жыртылмайды, жыртылса да аса қауіпті емес. Неке мен орап болып қалдым. Қалауларыңызға қарап, осылай қамырымызды әртүрлі қатпарлармен дайындасаңыздар болады. Самсаның неше түрлісін дайындасаңыздар болады. Үш бұрышты, капля самса, тюльпан самса. Заказға да осы рецептпен дайындасаңыздар болады. Қалауларыңызға қарап, неке бәр шетіне майымызды тигіздік. Майда маргарин қоспай үйдің майымен 82% маймен дайындасаңыздар қатпары өте күшті болып шығады. Басында видеодағыдай самсамыздың сол тоңмай қоссаңыздар дәмдірек болады, қатпары өте әдемі болады. Неке қамырымыз дайын. Видеоны соңына дейін қарап, маған тіркеліп, лайк басып мені қолдап отырғандарыңыз үшін рахмет. Алда әлі рецепттер болады. Осы тестамызбен самса дайындаймыз. Каналыма тіркелуді ұмытпаңыз. Рахмет.